Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай сырныкидің бір жасағаннан сәтті шығатын рецептімен бөлісетін боламын. Мен бұл рецептті ұзақ іздедім, себебі бірнеше жасап көргенде менде дұрыс шықпаған болатын. Дәл осы рецептпен бір жасағаннан сәтті шықты, сондықтан сіздермен де бөліскім келді. Және де менің арнама подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бізге сырники жасау үшін ең бірінші творог керек болады. Творогтың барынша құрғақ болғаны маңызды. Себебі суы болатын болса, біздің сырникиларымыз формасын дұрыс ұстамай қалады. Мен пайдаланып жатқан үйдегі өзім жасаған домашний творог. Сізде осылай өзіңіз жасап алғыңыз келсе, мына жерде сілтемесін қалдырамын. Сол арқылы өтіп, сол видеоны көріп, сізде өз қолыңыздан творог жасап алсаңыздар болады. Үйде жасалған творог болғаннан кейін кішкене суы болуы мүмкін, қалып кеткен, сол үшін осындай таза асқаналық дәкеңізді жайып алып, барынша суынан құрғатып осылай видеодағыдай сығып алсаңыз болады. Суы кішкене ғана қалып қоятын болса, біздің сырникиларымыз қазір формасын дұрыс алмай, дұрыс домалақ пішінге келмей қоюы мүмкін. Сондықтан барынша мүмкіндігіңіз болса, творогыңызды осылай суынан құрғатып алғаныңыз дұрыс. Және де құрамына қосып жатқан творогтың басқа да қоспалардың барлығын, қанша грамм, қанша қосатынын барлығын описаниеда толық қалдыратын боламын. Егер сіздердің творогтарыңыз аз болса, мен дәл осы рецепттің тек жартысын ғана қолданып істесеңіздер де болады. Мен себебі өзім пайдаланылған рецепттің 2 еселеп жасап жатырмын, творогым көп болғандықтан. Суына жақсылап құрғатып алған творогымыздың үстіне 3 ас қасық манная кашамызды қосамыз. Себебі сырникиміздің формасын құрғақ болып сақтап тұру үшін осы манная кашаны қосады. Және де 2 ас қасық қантымызды қосамыз. Егер де сіздер қатты тәттіні қалайтын болсаңыздар, тағы да 1 ас қасық қант қоссаңыздар болады. Сосын 2 жұмыртқаны жарып, қасықтың көмегімен осылардың барлығы бірге араласқанға дейін бір араластырып аламыз. Енді осыны миксердің көмегімен біз құрт істейміз ғой, құрттың формасы майда, жұмсақ, тығыз массаға келеді ғой, бір тегіс массаға. Сол массаға дейін осы миксердің көмегімен осылай езіп араластырып аламыз. Егер миксер болмаса, вилкаңыздың көмегімен араластыруға да болатын шығар, бірақ кішкене көбірек уақытыңызды алуы мүмкін. Міне сырникидің рецепті дайын болды. Енді тек қана осыны өзіміздің домалақ әдемі пішінімізге келтіріп пісіріп ала берсек болады. Видеода көріп тұрғандай 1 ас қасық көлеміндегі алып, осылай домалақ құрт сияқты бірінші пішінге келтіріп аламын. Және де тақтайыңыздың немесе өзіңіз пайдаланып жатқан ыдысыңыздың үстіне кішкене ұн сеуіп осылай құрғақты етуіңіз керек. Себебі бұл кәдімгі құрт сияқты деп айтып тұрмын ғой, сол үшін жабысып қалуы мүмкін. Міне барлығын құрт сияқты домалақ етіп алдым. Және де домалақ пішіндеріңіз қатты үлкен де болмай ақ қойсын, себебі араласып піспей қалуы мүмкін, қалыңдау болып. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біреуін алып, пайдаланатын тақтайымның үстіне тағы да кішкене ұн септім. Және де осындай стаканның көмегімен немесе домалақ арнайы пішіндер болады ғой, асқаналық, сондай пішіндердің көмегімен осылай сырникиді қойып, үстінен кішкене қолыңыздың көмегімен басып, ыдысыңызбен қатты бір 3 минут араластырсаңыз, өзі осындай тегіс формаға келеді. Міне жақыннан да көрсетіп тұрмын, видеода көріп тұрсаңыздар, үстін кішкене ғана қолмен бастым және ыдыстың көмегімен осылай айналдырсам, өзі формаға келіп дайын болды. Сырникиді мен бұдан да басқа тағы бір рецептпен жасап көрген болатын. Ол рецептпен менде шықпай қалған болатын. Ал осы рецепті жасағанда бір істегеннен шықты, дәмі өте ұнады. Және де бұны осылай жасап болғаннан кейін сразу пісіріп ала берсеңіздер де болады. Немесе мен сияқты жаңағы қатыратын ыдысыңызға да кішкене ұн сеуіп, барлығын жеке дара етіп тізіп қойып, морозиліңізге қатырып алсаңыз болады. Мен дәл осылай барлығын қатырып алдым, себебі сразу пісіруге менде уақыт болмады.
Және де қатырылғанды кез келген уақытта алып пісіріп жіберсеңіз болады. Өзіңіздің уақытыңызды үнемдейсіз. Осылай жеке дара жарты сағат немесе 1 сағат көлемінде қатып болғаннан кейін таза осындай арнайы салфандарыңызға салып, холодильнигіңізге, морозильнигіңізге қойып қойсаңыз, кез келген уақытта дайын тұрады. Міне қатырылған сырникиді 1 аптадан кейін пісіріп тұрмын. Табаңызға, егер сізде өзіңізде сары май болатын болса, кішкене сары майды ертіп соған да пісірсеңіз болады. Бірақ мен мына жерде кәдімгі тамаққа пайдаланылған сұйық майда пайдаландым. Отыңызды баяу отқа қойып, сырникыларыңызды ертпей сол қатырылған күйінше салып, және табаңыздың бетін жауып, 10-15 минут, 20 минут мүмкін баяу отқа пісіріп аласыз. Бірінші беті пісіп болғаннан кейін екінші бетіне аударып, тағы да қақпағын жауып 10-15 минутқа пісіріп аласыз. Міне дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түрі де өте әдемі, дәмі де ерекше, таңғы асқа өте жеңіл және тойымды болады екен. Дастарханыңызға ұсынардан алдын бетіне өзіңіздің кез келген тәтті вареньеңізді немесе медыңызды қойып, осындай жемістермен әсемдеп ұсынсаңыз тіпті керемет. Міне қыздар, бір жасағаннан сәтті шығатын рецептпен сырникиларымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай формасының өзі күшті керемет шықты, домалақ болып. Арасы таза піскен, міне видеода көріп тұрсыздар. Сіз де дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Және маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта да түрлі рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма подписаться басып, және видеоларды бірінші болып көру үшін қасындағы қоңыраушы белгісін басып кетіңіз. Назарыңызға, қолдауыңызға көп рахмет.